Сәлем достар, бүгін сіздерге кукурузаны үй жағдайында дайындаудың құпияларымен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма жазылып кетіңіздер. Мен үшін үлкен қолдау. Ең алдымен кукурузымыздың осындай жапырақтарының барлығын алып тастаймыз, тазалап аламыз. Содан кейін астын кесіп, бір жуып аламыз. Үлкен кастрөлімізге бірінші жапырақтарын салып, одан кейін кукурузамызды салып, қайнаған су құйып, одан кейін орташа отта 30 градустай қайнатып аламыз. Қайнаған соң тағы да 30 минуттай бұқтырып судың ішіне салып қоямыз. Кукурузымыздың піскен-піспеген осылай зубочистка арқылы қарауымызға болады. Өте жұмсақ болып піседі 30 минутта барлығы. Сосын кішкене тұзымызды сеуіп, одан кейін кішкене сары майымызды жағып жіберсек бетіне өте дәмді болып тұрады. Жегенде де жұмсақ, күшті, балаларға да барлығына да ұнайды. Қазіргі уақытта өте керемет витамин. Балаларыңызға жасап беріңіздер, ішінде барлығына ұнайды деген ойдамын. Менімен бірге болғандарыңа рахмет. Ас болсын.